Енді оқушылар, біз өткеннен бастап сіздермен Жүніс Сәкиевтің балалар айдағы жасырма эпилог прологын анықтаймыз. Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп, қайтеміз креативті түрде жазады екенбіз. Жақсы балалар. Енді бізге балалар үйге тапсырма балалар, сіздерге осы Жүніс Сәкиевтің айдағы жасырма шығармасын қайтарып болды, тақырыбын анықтап, идеясын тауып келіп алды. Жақсы, енді маған кім көмектеседі? Маған Арман көмектеседі. Келе жатыр. Мына қолын ала ғой, қоса ғой. Сынып қаратқанбыз. Енді балалар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, балалар? Не? Күн жесіндегі каникулдар. Солай ма? Енді осы бойынша бізде қайтеміз қазір? Үй тапсырмасын осымен сұрай кетеміз. Жақсы. Азизаның қасында бар ғой? Қандай ғой? Азиза панкадан тезірек. Тез. Неше? 5. Жақсы. Азиза жауап береді, Азиза жауап алмаса, қалғанымыз жауап береміз. Әңгіменің идеясы не дейді? Идея сол мекеме сақтайды, күнге барып, сол күнді зерттеу. Жоқ, күнде бұл айды зерттеу. Айды зерттеу тағы да кім қосады дейді? Әңгіменің идеясы не дейді? Негізі дұрыс айтады. Ал аяғым отыра ғой, айыпаты ғой. Осы әңгімеде адамның қиялы шексіз екенін. Шексіз, қиялының шексіз. Яғни бүгінмен салыстыратын болса, қалай? Ай әлемінде әлі де жақсы. Асыл жандар. Таңдар. Тез. Қайсан санымыз? 4. Асылдан жауап береді, жауап болмаса басқамыз. Әңгіменің тақырыбы қандай? Қандай мәселелер көтерді? Тақырыбы қандай? Аша туралы. Ай туралы? Айда жұлдыздардың фигурасы жеті ғарыш. Жақсы. Кім өмір дейді? Жақсы. Кім толықтырады дейді? Ал қарақат. Әңгіменің тақырыбы біздер айдағы жасырмақ деп аталған. Себебі Мерген мен Сартайдың екеуінің айда тығыз бал ойнап және бір-біріне қалқымыз. Жақсы жеткілікті. Қане, тағы қозғалған бар ма? Жалпы қарақат дұрыс айтты, жақсы. Ары, енді Азат қарайық. Азат қандай көріп? Еркін таңдаймыз. Қарайық, шығарманың жанры. Шығарманың жанры қандай? Фантастикалық? Проза қарасыз. Егерде біз әдебиетті проза, поэзия түрлерін болса, оның ішінде прозаның ішінде фантастикалық шығарма, толықтай айтамыз. Жақсы. Енді осы жолы кім? Әсебе? Сен қандайсың? 6 жерден қандай деді? Қынады бізге айдағы жасырма әңгімесінің кейіпкерлері кімдер? Сартай, Мерген, Ертілес, Гүлайым апай. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Алдияр Абек. Алдияр. Сегіз дейді. Жақсы, көрейік. Өлара дегенді қандай түсінік берген? Өлара деген. Деген бізде термин бар, өлара деген. Жақсы. Түсінік. Еме ол, өлара дегенбіз. Кім көмек түсем дейді Алдиярға? Жақсы, Әйгерім. Батар айдың соңғы 2 күнінен жаңа туған айдың көзге көрінетін. 2 күні, жақсы, өте жақсы, керемет, жақсы. Енді бізде ұлдар қатысын Алина Мабек. Тез Алина. 5. Бір дейді. Жақсы. Бірде бізде осындай сұрақ екен. Айдағы жасырма шығармасының авторы кім дейді? Жүніс Сәкиев. Кім деп білеміз? Жазушы білеміз. Жақсы, рахмет. Енді бізде қалғаны неше? Ал Нұрәли соңғысы қалды ғой. 2 қалды, 3 қалды дейді. 2 дейді. Ал жас керек. Шығарманың жанры оны айтып қойдық. Айтып қойдық қой 7 дейді. Лавин толық деген кім?
ғарышты зерттейтін адам тағы да кім не болсам дейді. Планетологтар бізде әрбір планеталарға барып, сол жерді зерттеп, жердегі ғылымдарға бәрібір ақпараттарды айтады. Жақсы, дұрыс бала. Айдың планетаны зерттейтін ғылым. Енді бала, дәйек сөзді, осы аптаның дәйек сөзімен байланыстырайықшы, бір-бірінен байланысы бар ма? Кім айтады? Осы аптаның дәйек сөзін кім деді? Қане, кім? Қолай көріп, барлығы айтады. Жақсы. Қане тұр. Палеонтолог деген мамандықтың қазіргі дәйек сөзбен осы аптаның дәйек сөзбен байланысты. Ғарыш. Тағы да. Ал айтып жайна. Осы аптаның дәйек сөз болашағы зор мамандықтар жоқ, тек болашағы зор мамандықтар бар. Бізде планетологиямен мынандай байланысы бар. Планетолог ол бізде жалпы мамандық, бірақ ол қандай мамандық? Ол бізде планеталарды ғарышты зерттейтін мамандық. Яғни болашақ мамандық десе де болады. Ол бізге болашаққа біздің қиялдарымыздың шын өмірге келтіруге бір қадамын. Жақсы. Яғни қалай балалар? Егер планетолог деген ол бізде мамандық болып тұр ғой, иә? Мамандық. Егер де қалай деп тұр? Болашағы зор мамандықтар жоқ дейді. Кімдер бар дейді? Болашағы зор мамандық елдер бар дейді. Енді бізде де планетолог мүмкін дамымай жатқан шығар қазіргі күнде. Дегенмен біз қайтеміз оған. Иә, болашақта оған жетістікке жететін әлі де талай ғалымдарымыз болады деп түсінеміз, иә? Жақсы. Енді соңғы сағат қайсы сағат береді? Үшті айтады менде иеленеді. Жақсы. Ғылыми фантастикалық әңгіме дегенді қалай ұғасың? Айтып жатырмыз. Бізде өзінің қиялымды туралы жазады. Жақсы. Қайдан басталады? Ғылыми фантастикалық жанр қайдан басталады? Неден басталады бұлар? Ғылыми фантастикалық қайдан басталады? Тағы да. Әдебиеттен қайдан басталды? Әдебиеттен қайдан басталды? Дұрыс кім айтып тұр? Қатты айтамыз. Айқонда әдеби жанрда olan аңыздардан шыққан болатын. Аңыз, ертегі, дұрыс. Жақсы балалар. Үй тапсырмасын біз жаңағы сендермен толықтай жинап шықтық, иә балалар? Біз жаңағы түгел толықтай үй тапсырмасын қарап шықтық. Саған Амир рахмет, қоя қой. Енді балалар, бізде келесі тапсырма. Бірінші, біз негізгі шығарманы рет қайтейік. Жүйесі бойынша есімізге түсірейік. Жақсы. Не көріп тұрмыз балалар? Қолымыздан өтіреміз. Ал елейік. Тезірек. Жақсы. Аяулы толықтар. Сабақ оқу басталады. Мұғалім балалардан жазғы демалыстан қалай өтті деп сұрайды. Дұрыс. Жазғы демалыстан қалай өткізді деп сұрайды, иә? Жақсы, не көріп тұрсыз? Жақсы, батырлан, тез. Мына жерде бала және көкес бұл жаңағы шығармадағы көрсетілген не? Сюжет. Не болғаны? Соны айтсаңшы енді. Шығармада болғанын Кім алады? берген Сақтайды. Көкесі мен қайда? Ғарышқа келуі. Жақсы, арға кет. Жеттік ау. Бұл суретте Сартай мен Мерген бір-бірімен сөйлесіп жатып, айдан шыққан жұлдыздарды көріп, және өзен планеталарын көріп әңгімелесін. Жақсы, кім толықтырады? Ал, Айза. Және де ол кезде Мергенге Сартаймен біреу айтады, айдың суықтығы сонша... Жақсы, мынау біздің қонағы балалар. Айдағы қонағы. Ал, сонымен не байланыстырып тұр? Не дейді? Жақсы, қонақ үйде не болады балалар? Жақсы. Үлкен жерден қарап тұр, таңда. Аржан. Тез. Бұл жерде екі бала айға қарап айдың суықтығы көрсетіп тұрады. Дұрыс. Қандай тіршілік балалар? Жол екен. Жақсы. Не көріп тұр? Қане, жүріп шуламаймыз. Ал, армыш. Айта қойшы жақсы. Термометр -200 градус екенін көрсетіп отыр. Сол үшін екеуінің арасында қандай әңгіме болады балалар? апай жасырын Осы қазір егер жылу
Дұрыс айтасың, өте керемет, жақсы. Арға кетті. Мынау? Сөзі міне жазылып тұр. Қане? Айдат. Ой, Нұрали. Ал, Асылдан құттыршы. Айдар таңның атуы күннен көтерілі ұзаққа созылады. Айдарға жарты күн жердегі екі аптаға тең. Айдар күн дағдарыс теңіз жақтан шығады. Ол не деген сөз? Айда жарты күн ал жерде екі аптаға созылады. Иә. Күн толықтай Айдағы 12 сағат біздің жердегі 14 күнге дейін созылады. 2 аптамыз, иә? Яғни ол жердегі күннің шығуы біздің қазіргі замандағы 2 аптамен тең екен, иә? Сол не? Яғни нені көріп тұрмыз біз? Тіршіліктің жоғын көріп тұрмыз, иә? Жақсы, өте жақсы. Мына түріне қарап. Жақсы, алдияр айтасың ба біресе? Айжан, не айтасың? Иә, Сарен? Жасын бақ өтіп жатырман өште? Сатайын деген өзінің көкелерінен мене рұқсат сұрап, сосын скафандр киіп айға шығуы. Иә, айға саяхат жасамақшы болды, иә? Білгісі келеді деген сияқты. Жақсы керемет. Нағынан береміз. Жақсы, Амира, үндігі жоқсын. Қане, Амира, тегір. Қане, кім өмісі тағды? Алып батыр бар, кім өмісі? Ол жерде берген жасыма ойда жатқанда бір шұңқырға түскен. Сол жерде термометр Дұрыс айтамыз, атауы. Не? Шұңқыр, не? Сол жерде термометр не көрсете бастайды? Бірден шықпады. Тағы да? Досы ойындайды. Жақсы, тағы да? Мен бас шықты, ол жерде олар әлі жасырмақ ойнаған жоқ. Ол мына шұңқыр ішіне түссе, не болады екен деп білгісі келеді. Ой келеді, иә? Ой келеді бала. Ал ішінде олар сақай тосып тұрып бір нәрсе болып Жақсы, жақсы, ол жерде тоқтаймыз. Шұңқырға сипаттама беріңізші. Шұңқыр қандай болды? Отырамыз жерде. Сенің жайыңызда ол жер өте суық болды, өте қараңғы болды, жүрегімнің Дұрыс айтасыңдар, иә? және сол шұңқырға жартылай көлеңке түссе, жартылай көлеңке түскен. Иә, шұңқырымызға жартылай көлеңке, жартылай айдың несі түсіп тұрды? Жарығы түсіп тұрды. Жақсы. Не істей бастады? Сақтай берген Сардай мергенді табылмай іздеп жүрді. Шұңқырға кім кіреді? Мерген Мерген бірінші кіреді. Иә, Сардай, иә, іздеп жүреді. жақсы, жақсы. Не көріп тұрмыз? Отыра ғой. Қане, не кім сөйлеген жоқ бұны? Әмина, тезірек болған не? Не деп керек болады? Иә, кім оны сөйледі? Иә? Жақсы, Арнұр өте бүгін керемет қатысып отыр. Қане, айта ғой. Сардай оны іздеп тауып алды. Екеуі қалай келсе? Енді дұрыс айтасың, иә? Енді сен жасырмын, мен сенмен сені іздеймін. Жақсы. Керісінше, кім жасырман сіздер? Қол көтереміз. Қане қол ғана көтереміз. Кім аяулы? Енді екеуі орын ауысып, Сардай тұрады. Сол кезде қараңғы тұрғанда Мерген оны қайта табылмай, дауысын шығарады. Сол кезде Мерген Көлеңкеге кеткен кезде балалар, күн кезде таппай бар де тағы да. Жақсы. Ары қарай. Не үшін екі болып шатасып тұр? Қане, айтасың, ал жеткен. Бұл кезде Мерген қылғанда Сардай оны көре алмай, содан шошып оны екеуі сөйлескен ішінде менімен радио бар, сонымен екеуі сөйлескеннен кейін сол шығып, бәрі дұрыс екенін нақтылап, содан екеуі бір-бірімен ұшады. Дегенмен екеуі бір кім толықтырды балалар? Кім толықтырды? Жақсы, негізі дұрыс. Қане, қарағат. Бұл енді ай, бұл жерде түші жоқ, екеуі де бала, екеуі де қатысып кеткен, бір-бірін таба алмай, достығы сезімі ояна бастаған. Дұрыс айтасыздар. Содан кейін бір-бірін құшақтап кетеді. Жақсы, жақсы. Не көріп тұрмыз? Жақсы. Ал, Арнұр, өте керемет. Арнұр бүгін өте белсенді. Осы олар бір-бірін тапқан соң, олар қонақ не айтты. Содан кейін өзін көкесін көріп, тамақ жей бастады. Шын, не айтып бастады? Өзіне бастайды. Жақсы, жақсы балалар. Сол кезде Сол қалай соны айтамыз. Ал, аял. ол сол кезде осы жасырда ойнағанын бәрін айтып береді. Және де Сардай мен Мерген айда енді жасырмақ ойнамауға келсек те, содан кейін
көкесі айтады, осы жалпы жердің табиғат себебі болғанда, осыны да достарына айтып жүрмін. Жақсы, келсем. Жалпы көкесінің айтқан ақыл есіне келсесің ма? Кім келсе? Қол көтереміз. Жаңағы композициялық талдау. Я енді жалпы балдар композициялық талдау дегеніміз не дейді? Есімізге қолымыз ала берейік. Қане, Асылжан, композициялық талдау дегеніміз не дейді? Оқиғаның басталуы, оқиғаның негізі и қорытындысы. Жақсы, кім толтырады? Айза, кім толтырады? Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның жалпы шегі, оқиғаның Шешім. Жақсы, балалар. Енді сонымен қатар, балалар, сендер, балалар, бізде қазір тапсырмада пролог пен шығарманың эпилогын табу. Жалпы пролог, эпилог дегенді балалар есіңізге түсірейікші. Ене, мынау шығарманың дәрісіне бір сайтында, балалар, шығарманың жаңағы композициялық құрылымы, ол неде басталады екен? Оқиға басталады екен. Байланысы. Сіздер ұмытып кеттіңдер. Байланысады, дамиды, шарықтайды, шиеленіседі, одан кейін жаңағы қате деген өте дұрыс. Жақсы, керемет. Енді балалар, шығарманың прологы, шығарманың эпилогы деген неме деген сөз? Аяғынан басқа. Жақсы, ал Ели, айтады. Пролог ол шығарманың басталуы. Солай ма? Дұрыс айтып жатыр ма балалар? Дұрыс айтып жатыр ма? Пролог деген шығарманың басталуы дейді. Дұрыс айтып жатыр ма? Шығарманың басталуы алдындағы нелер, оқиғалар. Иә, кіріспе ретінде. Дұрыс айтасыздар. Неме болады? Не болатын? Сол ары қайтеді. Біздің шығармамыз ары қарай жаңағы оқиға желісімен жүріп бастайды екен. Ал эпилог дегеніміз не екен? Тура сөйлесіз, қане соңында. Ал жаса, өзің айта қой. Сондай бірақ ол соңында. Иә? Шығарманың неме болған ба? Дұрыс айтасыздар. Яғни шығарманы соңында болған не екен? Оқиғасы. Жақсы балалар. Ендеше сендерге балалар. Жаңағы мен комикстер арқылы, балалар, комикстерге міне көресіңдер. Ал сурет ол бірақта қайтып тұр, ретсіз тұр. Сендер соны қайтесіңдер, балалар, ретімен. Бұған тек қана беріледі. Сендерге тезірек табады деген ойдама 4 қана минут береді. Жоқ, бұған 5 минут береді. Тезірек қыламыз. Сіздер берген ақын Алдияға. Жақсы. Яғни сендер көпсірген бір басында тұрған домалаққа ретін жазасыңдар да, ары композициялық не істейсіңдер? Талдау жасайсыңдар. Жақсы. Бәрін тұрған, болды. Мен балалар таймер шотамын сендердің жаңағы не болды балалар? Біздің сөз балалар. Бір минуттан өтіп кетті. Иә, мына жерден балалар жазасыңдар. Мына жерде тұр, балалар. Соған жазасыңдар. Иә, яғни бірінші қайтыр балалар. Не тұр, міне тұр. Мынаны реттілігімен. Иә, соған жазасыңдар. Оқиға қалай басталады? Суреттерін табасыңдар да, соны бір сөйлеме жазасыңдар, иә? Десіңдер оны. Тезірек балалар уақыттар аз. Мынаны жазасың. Тез оқылыр. Мына жақты өтіреді. Астында пролог, эпилог бар. Жақсы. Ол сая отырсыңдар, сая тезірек боламыз. Бұл тезірек, кітапта құрғын қажет жоқ. Мына қайтеді. Не көргісің? Жаңа есіңде жүр. Не көргісің? Кім болғанда жаза алмайтын болсаң сандар қойсыршы. Бұл сандар қойсың. Не жазасың мына жерде? Жаз, жалғымен жазасың. Жазатын сен, арай болсын. Білмейді сендер. Балырақ, уақытымыз кетіп жатыр. Жақсы, тезірек алды. Бір ауыз сөзбен жазамыз, иә? Жақсы. Енді не ол? Не басталды? Қалай басталды? Болды, соны жазасың. Қалай басталды оқиға? Сөзбен жазасың. Арай не болды? Не болды? Қайда кетті? Тебе әкелдің сөз боламыз. Елден жүрсің. Қайда кетті бар? Соны жазасың. Тезірек жазасың. Нені басталды? Жақсы.
Bir minutтай уақытымыз қалды. Боламыз тезірек. Азат отырған сияқты. Асында пролог екі болып тұр. Азат, тезірек басаймыз. Армен боламыз тезірек. Армен болып қалған сияқты жақсын. Амира отырмыз әлі. Не болады? Мынау не? Жазамыз басқа. Қарап қалған сияқты. Амира боламыз. Жүктарды тексереміз. Міне, мен сендерге бағалау парағын бердім. Бұл жерде дискрипті жазылып тұр. Яғни, егерде сендер композициялық талдауды көшің, толықтай орындайтын болса, оған бізде неше 6 балл тұр. Яғни сендерге әрқайсына 1-1 балдан бересіздер. Асында прологы мен эпилогын табатын болса, тағы да 1 балл, сонымен 7 балл. Тезірек көшін тексереміз. Ауыстыр. Ауыстыр, анағын жазасың. Тезірек боламыз. Тексереміз. Жоқ, тезіресін. Дұрыс болса, әрқайсы 1-1 балдан оқып қоясыңдар. Қасына 1-1 балдан оқып қоясыңдар. Болды. Енді балалар тексереміз. Тексеріп біттіңдер ма балалар? Кім тексеріп бітті? Қолдарын көтеріңдерші, мен білетіндей. Тезірек. Азиз тезірек болды. Тезірек. Азиз қарақат. Болады. Жас қойыңдар. Бірақ та біз қазір балын қайтеміз. Дұрысын тексереміз. Аяулы болдыңдар ма? Болдық. Тексерейік, балалар. Бәріміз бере қараймыз, тақтаға. Бері қараймыз. Міне балалар, сендерге осылай тапсырма бергенде бері қараймыз бәріміз. Енді дұрысы. Ең бірінші неден бастады? Дұрыс оқу жылының басталуы Гүлайым апайдың сауалы. Мөлшері соған келетін болса, соған сендер қайтесіңдер 1 балл бересіңдер. Ары қарай оқиғамыз қалай байланысты бастады? Жақсы, өте керемет. Арға қалай кетті бізде? Айға орналасу бар. Міне, айға орналасу ондағы құбылыстар мен тіршіліксіз өмір. Яғни мынау 3. Сендер көпшілерді тексеріп отырсыңдар. Ары қарай қалай шарықтай бастады? Балалардың айда жасырынбай ойын ойнағысы келеді. Солай ма 4-шісі міне тұр? Ары қарай 5-шісі не? 5-ші олар көкесіне айтады. Қалай? Ойнамайтындардың оқиғаларды толықтай не әкесіне және дастархан басына айтып береді. Одан кейін мынау не? Шешім қай шешіледі? Қайтеді? Қоршаған ортаны біз қорғау керекпіз деген айтады. Дұрыс, бағалап қойдыңдар. Көшілеріңді жақсы бағалау парағына жаңа қайтеміз біз. Бағасын қойып қоямыз. Енді пролог пен эпилогын тыңдаймыз. Бері қараймыз. Мен міне шығарманың прологы балалар. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деді сол кезде көкем. Сатай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып, достарына да түсіндіріңдер деді. Енді шығарманың эпилогы. Тексеріп отырсыңдар, эпилогы былай. Жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы. Айнадай таза, кең жарықлас бөлмесі көңілімді сергітіп жіберді. Жасы ұзақтан одан кейін бір-бірімізді кәдімгідей сағынып қалыппыз. Бір кезде Гүлайым апайдың сауалнамасы. Солай тексердіңдер ма? Жақсы. Қалай батырлар, қане? Өте дұрыс.
балалар, мен сендерді тексеру мақсатында қайттым. Әдейі жазып қойдым, орнын ауыстырып. Оны батырларынан басқа ешкім қайтты Тапқан жоқ. көрмеді. Иә? Батырларға бір шапалақ. Батырлар өте дұрыс. Яғни балалар не қайттың сендер тексеру үшін? Пролог пен эпилогтың орнын ауыстырып жібердің. Батырларын жарайсың. Жақсы. Енді балалар, енді сендерге егер де мен автор болсам, енді сендер балалар, бағана мен сендерге мақсатымызбен таныстырған кезде қайда? Жаңағы балалар, сендерге егер де мен автор болсам деген жаңағы 3 нұсқада сендерге не берілген? Ана біреу берсін ғой. Сендер қайтесіңдер балалар? Өзіңді берілген балалар, иә? Сол өзіңдіні 2-3 сөйлеммен ғана аяқтайсыңдар. Оқы беріңдер, үзінділеріңді. Үзінділеріңді оқыңдар. Не туралы берілген екенсіз? Иә, соның астына жасасыңдар, балалар. Өздерің. Қаз қойыңыз. Әрқайсыма әртүрлі нұсқада берді. Не? Саған берген қалың ба? Енді балалар, сендерге шығармадан үзінділер берген. Иә? Соны 2-3 сөйлеммен қайтесіңдер балалар? Дискрипторға қараймыз. Ол сендердің алдарда жатыр, иә? Дискрипторға мән береміз. Үзіндіні қайта өңдейді. Шығармашылығын танытады, креативті жатады. 3 балл берілген балаларға. 3-5 сөйлеммен ғана. Уақыт басалды балалар. Бұған беріледі сендерге 4 минут. Соған жазды балалар. Сол бетте арқай қаласың. Сендер дискрипциялардың алдарда жатыр ма? Бағлы қарақында. Сен өзің арқай жалғастыр. Басыңыз уақыт жоқ. Әмелі тезірек боламыз. Нарақ бітіп қойған сияқты. Жеттікті бітіп қойған сияқты. 3-5 сөйлеме ғана. Болды. Сен автор болсаң, қай аяқтар едің? Осы үзіндіні. Қай аяқтайсың? Нажақ бітіп қойды. Нажақ бітіп қойды. Бітіп қойды нажақ не? Бітіп қойды. Жарайсыңдар. Бітіп қойды. Жарайсың. Бітіп қойды. Өте керемет. 3-5 сөйлеме ғана. Сен автор болатын болсаң, қалай аяқтайсың? Неге қосасың? Иә? Жақсы. 1 минут уақытымыз қалды. Кім аяқтамада аяқтаймыз? Соңғы секундта ойымызды жинақтаймыз. Алимір өте керемет бүгін. Асылжан керемет міне. Арнұр өте белсенді. Аяқтаймыз ойымызды. Жақсы, балалар, уақытымыз біздің бітті. Жақсы. Әр қайсыларына 3 нұсқада жаңағы не берді? Үзінді берді. Шығармада. Иә?
Қазір енді бірнешелеріне кім өз еркімен жаңа қалай аяқтан шығарып айтуға болады, қолдан көтеріп. Кімнен үлгермедім, иә? Қайтеміз дәптерімізді сабақтың соңында жаңағы парақшаларымызды жинап береміз. Жақсы. Кім оқимайды өзінің аяқтаған? Жақсы. Бірінші әлемді көтерді. Қатты оқы. Егер мен автор болсам, ай бетіне табан жерге жақын қалғанымызда қараңғы дүниеден денеміз түшкірді, жер астынан түсіп, қараңғы дүниеге құлап, және басқа параллель әлеміне түсіп, сол әлемді зерттеп болғаннан кейін космодроммен бір әлемімізге қайта ұшып, өз жеріміздегі адамдарға параллель әлемі қандай екенін сипаттау. Жарайды. Яғни басқаларға қателесек, иә сипаттап көрсетуші ниет жақсы, ал аяулы қолды көтермеді. Егер мен автор болсам, шығарманың аяғын ауыстырар едім. Табиғаттың болашақ тазалық сіздердің қолдарында деген үзінді бар. Ол жерінде мен сатай келеріне ғарышқа барып өз сезімдерімді, менің айтқан сөзімді әлеуметтік желіге салсаңдар болады. Басқа да адамдар көріп сіздерді қолдайды деген ойдамын деп айтады. Қайткен екен бізде аяулы. Қазіргі біздің қолданып жүрген әлеуметтік желімен сіздер бәрі екен. Керемет аяулы. Жақсы. Көп кешікпей менің әлеуметтік жарасы біраз жылжып барып қарашалағаның алдына тұтады. Біз екеуміз қараңғы табиғаты жоқ жерде бірінші рет көрдік. Тағы алып қалдық. Көкем бізге табиғаты қорғамаса да ай сияқты қараңғы табиғатсыз болады дейді. Содан бастап мерген екеуміз табиғатты ластамайық деп келістік. Көкем бәрі бізге жарайсыздар деді. Дұрыс. Яғни әкенің қайткен екен. Иә? Әкесін қандай ластамайық дегенді өзгертіп, қандай бір әдіс тәсілдермен өзгертетін тұрған екен. Керемет, жақсы, ал қарағаш. Табиғаттың болашақ тазалығы сіздерді дегенді мен баяндап сөйтіп, сол ақылды берген мен сақтар етуді біраз ойланды. Яғни табиғатты біз тазаламай қорғамасақ ол жойылып кетуін ойланып, қатты ойнаған болдық. Соңғы кездерінен көкесінің айтқан кітап жанындағы достардың табиғатты таза ұстау керек екенін түсіндіріп басқаларға да таратып, табиғатты таза ұстау үшін басқа да баланың қызығушылығын ашты. Қызығушылығын ашты. Жарайды. Мүмкін бір кітап арқылы қызығушылығын ашты ма, мүмкін бір көмекке шығып тазалық жұмысын жүргізіп тұрған сондай қосын тіптен керемет көрсеткен. Жақсы дегенмен де жақсы. Қане алеру сенің. Тыңдап көр. Қане. Тез ет. Иә. Жалғастыр. Ай бетіне табан жерге жақын қалғанымызда қараңғы дүниеге денең түсіп кетті. Қараңғы бір жеріне қаншалықты астарымызды ең түсуге ғашқым. Қарағанда жер өзгеше көрінеді екендігін ұмытпаймын. Теңіздер өте үлкен болып көрінген соншалықты жер тек судан тұратынын көрінді. Ал айға қарағанда біз үлкен қараңғышыларды көріп аяқтағанды таң алдық дейді, иә? Қане батырман, қане Аярудың жазғанына кері байласыншы. Ұнады ма Аярудың жазғаны? Не ол? Ұнады өйткені ана жерде біздің жер туралы айтылған. Ай мен жердің несі айырмашылық. Жарай, жақсы. Ал жеттік. Оқисың ба? Оқыш. Тыңдай десең. Егер де мен автор болсам, осы нұсқасындағы соңындағы сөзді баяғыш үшін табиғаттың болашақ тазалығы біздің жастардың қолында. Сондықтан өз ұстарынан түсіндіріп қойыңдар. Біздің қоршаған ортаны көбінше таза ұстап қорғап жүрміз. Жақсы. Кері байласкеш. Не туралы жеткізді? Қай жеткізді? Жетіктің сөзіне мен қолдаймын. Өйткені осы табиғаттың болашағы біздің қолымызда дегенді мен жақсы. Жарайды. Ұранмен жеткізді, иә? Ұранмен жеткізді. Жақсы. Өте керемет балалар. Қалғандары кімді біз үлгерген жоқпыз тексеріп, қайтеміз сабақтың соңында толықтай парақшаларымызды қайтесіздер маған өткізесіздер, аты жөндеп жазасыңдар да, иә? Енді балалар, үйге тапсырма сендерге табиғатты тиімді қорғау жолдары тақырыбында жоба қорғау. Ол сендердің оқулықтарында бар балалар. Сондықтан да оны біз топтық жұмыс жасаймыз. Яғни төртеулерің бір топ. Міне, батырлар. Топ капитан болады, міне, бір топ, екінші топ, үшінші топ, міне, мынау төртінші топ. Ал міне қыздар, қайтесіңдер бір топ боласыңдар. Келесі сабақта қайтесіңдер әртүрлі жаңа ақпараттарды жинап, топтық жұмыс жасап келеміз. Иә? Енді балалар, кері байланысқа көштік. Солай ма балалар? Жақсы. Бүгін балалар біз нәтижелі жұмыс істейді деген ойдамыз, иә? Алла қараңдар. Енді балалар, барлығы түсінікті болды, сұрағым бар, содан кейін сабақ түсініксіз болды. Бірінші қайтар. Келе қойыңдар. Ақындар кезетпен. Соңына жаңағы айтамыз ғой, өзге ғалам шақыртар дейміз ғой, соның басынан басасын. Жас. Ағыр саған. Ал жақсы. Жақсы. Келе қойыңдар. Жақсы. Келе қойыңдар қыздар. Басынан баса қой енді. Жақсы.
жақсы. Ал, бір келе ғой. Кет. Бұлар